Осымен 3-ші мәрте ұйымдастырылған күрес фестивалі Теміртаудағы құрылысшы спорт кешенінде өтті. Фестивальда қатысушылар жауынгерлік өнердің 6 түрі бойынша өнер көрсетті. Олар қазақ күресі, спорттық және жауынгерлік самбо, дзюдо, еркін және грек-рим күресі. Жарысқа әртүрлі жас санатындағы спортшылар қатысты. Жауынгерлік самбо өкілдері 23 жасқа дейін бақ сынасса, спорттық самбодан жастар, қазақ күресінен жастар, еркін күресте кадеттер, дзюдо және грек-рим күресінен кіші жасөспірімдер арасындағылар өнер көрсетті. Главная цель нашего мероприятия – это воспитать молодежь в духе патриотизма. Осы сайысты ұйымдастырудағы басты мақсат жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеу, олардың спортқа деген қызығушылықтарын арттыру. Бүгін қатысушыларға жанкүйер болып біраз көрермен жиналыпты. Осы көрермендер арасынан спортшыларымыздың қатарын толықтыратындар табылар деген үмітіміз бар. Жарыстар қабырғадан қабырға жүйесінде, яғни командалық негізде өткізілді. Дзюдо бағдарламасында 8 команда күресті. Бұл Ақтау, Жезді және Теміртау өкілдері. Команда құрамында 5 адам бар. С каждым годом все больше и больше людей становится. Турнир набирает свои обороты. Жыл өткен сайын көрермендер саны көбейіп келе жатыр. Бұл әрине қуанышты жағдай. Турнир бұдан да жоғары деңгейде ұйымдастырылсын деген тілегіміз бар. Сайыс барысында грек-рим күресінен 7 команда, көбінде Қарағанды облысының өкілдері қатысты. Оның ішінде Теміртаудан 2 команда, Саран қаласындағы 2 спорт мектебі, Дәулет күрес мектебі, Қарағандыдан және Тапардан келген командалардың өкілдері болды. Бұл шамамен 150 жас спортшы. Командалық жарыстарда дөңгелек жүйеде әрқайсысымен жарыстар өткізілді. Әр команда 5 адамнан және 2 қосалқы спортшыдан тұрды. Первый круг боролись первая команда Сарань, Тюшор и Темиртау, школа борьбы Даулет, первая команда. Алғашқы айналымда Саран қаласының спортшылары мен теміртаулықтар бақ сынасты. Есеп 3-2 мен Теміртау қаласының спортшыларының жеңісімен аяқталды. 58 келі салмақта Жанаев Әлихан жерлестерімізді алға алып шықты. Сайыс үшін арнайы төселген кілем үстінде өткен жекпе-жек барысында соңғы секундтарда шайқастардың нәтижесі шешіліп жатты. Балалар жарыс барысында бірдемде қуаныш пен жеңіліске ұшырағандарды көре алды. Бірақ ең бастысы ол емес. Қызықты сайысты тамашалаған көрермендердің көзінде от жанып тұрды. Бұл біз үшін жақсы нәтиже. Мұндай турнирлерден кейін күреске қатысатын балалардың саны арта түседі деген үміттеміз. Хотел бы обратиться ко всем жителям нашего города, чтобы они приводили детей. Қала тұрғындарына айтқым келеді. Балаларыңызды осы спорт түрімен шұғылдануға әкеліңіздер. Дайындық үнемі осы құрылысшы спорт кешенінде өтеді. Таңертеңгісін сағат 10-нан 12-ге дейін, кешкісін 4-тен 6-ға дейін. Давайте заниматься спортом. Барлығымыз бірге спортпен шұғылданайық. Дені сау ұрпақ, дені сау ұлттың кепілі. Хотелось пожелать жителям города. Құрметті қала тұрғындары, спорт кешендеріне спортпен шұғылдануға келіңіздер. Балаларыңызды спортпен шұғылдануға баулыңыздар. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін.